өз деңгейінде жүгіріп жүріп елмен халықпен бірге жұмыс істеп отыр ғой. Сондықтан Құдайдың бір берілген бір несімен халық үшін қолдан келгенше жұмыс атқарып жатқанын барлығы біледі. Көрінбейді қоғамға. Мысалы, біздер де өзіміз ашық дұрыстап түсіндіріп жеткізе алмайтын шығармыз. Мысалы, сайттарымызда дұрыс ақпарат бермейміз. Бірақ күнделікті жұмыс деген бар. Күнделікті жұмыстан ешкім босатып жатқан жоқ бізді. Келіп қарасын, қасымызда отырсын. Егер де сонда айтатындар болса. Мүмкіндік тудыратын жағдай жасай аласыз ба белсенді? Жалпы, иә, жасай аламын. Егер азаматтар сөйтіп жиналып, топталып, осындай хат жазып, сондай хатқа қол қойып жатса, ол да дұрыс шығар. Біз емеспіз. Жұмыс істейміз. Өзіміз бар, ұятымыз бар. Неге істемейміз? Істеп жатырмыз. Депутаты — это все-таки особая, так сказать, категория. 107 человек у нас в Мажилисе, избранные от всего нашего 18 с лишним миллионного народа. Лично по мне я ни разу не этим преимуществом не пользовался, поэтому, знаете, можно и убрать. Мы по зарплате даже в странах СНГ находимся на самых последних местах. То есть у нас не завышенные вот такие вещи, да? У нас, я бы сказал, необходимые. Я бы не сказал бы плохие, да, они нормальные. Алдымызда енді сайлау болады ғой. Бір-екі айдың алдында сайлау болады. Сонда халық қалаған депутаттар осы келесі шақырылымға келеді деп ойлаймын.